Реніштер бар екен, бір-екі танитын адамдар. Звездовать етіп келді, Диана, Бауыржан. Өлі қытайша білесің ба? Шиша деген рахмет деген сөз, Жоқ, сесе. Қазір қыздар жеңіл болып кеткен. Және жігіттер де арзан болып кеткен. Қосылайықта 3 сағат біреудің проблемасын шешіп отқан, сонда саған ұнай ма? 4 сағат. Психикаға деп айтшы. Сен айтыңызшы. Сен айтшы азыр. Сіз айтатын сияқтысыз. Азыр айт деймін. Психикаға. Өзінің стипендиясы болды. Қаншама адамдар жетпей жүр, Диана. Антадығы жүрсең болады. Жоғары. Чо там қалайсың бағдарламасы сіздермен мен Бауыржан Сәкенұлы және Азамат. Сәрсен бай. Бүгін бізде қонақта Қосылайық жүргізуші Диана Скатова. Ой, рахмет. Чо там қалайсың, Диана? Жақсы жігіттер, өздерің қалайсыңдар? Азамат. Азамат, Бауыржан. Азамат. Диана, Азамат. В общем, қалайсың, Диана? Күшті шүкір, эфирден кейін келдім. Рахмет келгеніңе. Бір ауыз сөзім жерге тастамай Алла берекесін берсін. Керемет жоба басталып жатыр екен. Көріңіздер, жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Ана, я. Мен араласатын адамдар қандай сұратпай. Өздері Кереметін ая. Иә. Бұл не деген? Сенің сұрағың бар ма? Менің сұрағым бұл енді бұл кісіні Қосылайық жобасында жүргізуші ретінде көріп жүрмін, өзім көрем. Мен көрем осы кісілерді көрем, осы кісіні именно қарап. Мен де сізді көргем бір жерде. Көргеніңіз бар ма? Көргем. Түріңіз таныс. Менде сұрақ бар да, бәрінің сұрағы шығар ол. Қосылайық шын ба? Қосылайық шын. Бәрі постанова деп ойлайды да. Солай ойлайды, бірақ енді шын мәнісінде үйленіп жатқандар аз емес, біраз отбасы, балалы болып жатқандар да бар. Сондықтан енді сенбейтін адамдардың аузына қақпақ бола алмаймыз, бірақ ол сенбейтін жандар да негізі біздің жобаны көреді. Сенбейміз деп тұрып, жамандап тұрып көретіндер бар. Сол үшін енді сынайтын адам қашанда табылады. Жауап алдым сұрағым. Или барасың базы, сөйлеспейін, өш жерде сөйлесіп Басы бос па? Басы бос, бойдақ жігіт. Қарашы. Ойландырып қойғанда. Бой десе бойы. Ой десе ой. Ой десе ойы. Оқырман десе оқырманы бар. 900 мың оқырман. Бүгіннен бастап 900 Азамат тұр. Так, мақтама. Ұзын екен. Бой ұзын, тырна сияқты. Неғып мен тұралы бұл жерде Дианаға келіп отқанға Дианаға сұрақ қоймаймыз мен. Диана, қалай өзің? Мен енді айта кетейік, конкретно бұл жерде көп деген біздің көрермендері қызық. Ведущий болдым. Иә. Біз кеткеннен кейін болдым, бірақ мен болмай тұрып та сен болдың. Қалай жалпы ведущий болған? Танымалдығың артып жатыр. Енді Біраз реніштер бар екен, бір-екі танитын адамдар. Звездовать етіп келді, Диана, Бауыржан баяғыдай емес. Көрші сен өзің деді. Бірақ мен үшін баяғыдай болып қалдың да. Енді Басқалар үшін неғып баяғыдай болмай жатсың сен? ондай айтып жүрген адамдар білмеймін, менімен жақын араласпайтын сияқты. Өйткені қанша жыл өтсе де әлі сондай қарапайымдылығым сақталды деп ойлаймын. Енді қатты бір кісі болып, жұлдыз болып кететіндей, ондай бір қатты тарихта із қалатындай әлі іс атқармадым, сондықтан ондайға менің құқығым жоқ деп ойлаймын. Дұрыс. Деп Жұрт айта береді. Не дейсің? Жұрт айта береді. Жұрт айта береді, дұрыс па? Баяғыдайсың ғой. Адам болып қалайық ең бастысы. Бұл бір қысқа өмірде, жалған өмірде адам болып қалғанымыз өте қатты дұрыс. Енді Диана, бізде қазір жалпы бағдарламаның форматын айта кетейін. Свободно. еркін. Еркін кәдімгі бол деп айтсың да болады. Мен өмірде мүлдем боқтамаймын айтпақшы. Білемін ғой, жоқ негіз айтады ғой, бұл жерде мен де кесіп қоймын, Қалай боқтадың? айтпай. Боқтау болмайды. Болмайды. Боқтауға болмайды. Бірақ свободно, еркін форматта кез келген тақырыпта. Білейін, боқтай алмаймыз. Пашам айттың ая. Болды. Сенге келем, құтырды. Иә, ашыла бастадың. Ашыла бастадың, енді. Диана ханымды көру кішкене арманым бар еді. Қалай енді? Армандарды орындаймыз. Baby, you like me. Күшті. Енді Диана. Мына жаққа кәдімгідей бір нәрсе жазып алыпсыз. Аза ұстап отыр. Жоқ, нәрде нелер ғой, саған дайындалған сұрақтарым бар. Кім дайындады? Азамат. Әсел дайындады. Шынын айтып қойғаншы. Былай ғой, бізде қазір бір-екі кішігірім әңгіме айтамыз. Айтайық. Осылай лаға береміз, қымбатты достар, бізде қатып қалған қайғыда жоқ, тікелей эфир емес бұл. Халыққа осы да қызық. Осы қызық. Бүкпесіз, шынайы, өтірік былай әдемі адамдар болып әңгіме айтқан кімге қызық? Қалай бармыз, солай болу керек. Қалай бармыз, солай бармыз деп секіріп кетсең. Ойын болады. Иә. Ойында Обай қатты сынамайтын шығарсыздар. жоқ, сен қатты сынамаймын. Қазір бір бәлелер. Ойыннан кейін кішігірім подкаст ретінде бір-екі тақырыптар болады. Бір 6 тақырып болады. 6 тақырыптың ішінен бір тақырып тап тастайсың.
5 тақырыпқа шынайы жауап Азамат екеуміз күтеміз. күтеміз. Және детектор лжи болады. Ол мен боламын. Мен танимын ғой сені. Өтірік айтпаса Азар өтірік деймін. Кім өйтіп күлме қарашы. Күлгім келіп отыр. Ерекс қана айтамыз. Бұл саған қосылайық емес. Жақсы. Енді тәуелсіз Қазақстан ғой, өзім білемін не істесем. Осыны істеймін келді, осыны істедім. Жақсы. Тұрып қоямын да бәкесіз. Давай. Сұрағың бар ғой Азамат, Диана, қай жылғы екенін білгің келіп тұр ғой сұрақ. Иә, мен Диана ханым қай жылғы екенін. Менен сұрайды, қай жылғы, қай жердікі? Негізі Диана негізі зор деп ше. Жоқ, андай жағынан да, жақсы жағынан. Жақсы жағынан. Сұрай берсең, дұрыс жағынан сұрап жүр. Зор мақтап жатыр да. 96 жылғымын. Туған күнім бұйырса келе жатыр, ұмытпаңыздар, 22 ақпан. 22 Өзім Талдықорғанда туылдым, бірақ шығыстың қызымын. Сабақты қанша мен оқыдың? Жалайық. Давай, Азамат, кеп қалдың. Жоқ. Орта жүз? Кіші жүз шығарсыз? Ол 110-да. Тап, Аза. Барлығымыз бір қазақпыз ғой. Иә, бір қазақпыз. Бір қазақпыз, руға бөлінбейік, біз рудан құраламыз. Аягөзде әке-шешем әлі тұрады. Мен Алматыда жүргеніме, жалпы өмір сүріп жатқаныма 7 жылдан астам уақыт болды. Осында оқыдыңыз ба? Иә, университет. Қазақ ұлттық университеті. Қазгуда оқыған. Журналистика емес, шығыстану факультетінде оқыдым. Қытай тілін оқығам. Өлі қытайша білесің ба? Шиша деген рахмет деген сөз, ә? Жоқ, сесе. Сиса. Сесе. Аза китайский не бірақ? Түріңіз қысайды ғой, қала білмейсіз. Аза сен түрің китайский. Иә, түрі келеді. Иә? Бір китайский чо там қалайсың деген қалай болады? Біздің бағдарламаға чо там Ой, қалайсың? қазір қайда? Есіне шығып кетті. Нихаума дей саласың ғой. Нихаума. Енді осы тілдерді оқыдың, бірақ бұл бойынша жұмыс жасамайсың деп аман тасан сияқты сұрақ қойып кетсің. Жоқ, басында оқып жүріп қатар жұмыс істеп те жүрдім. Сол тіл бойынша. Екеуміз танысқанда оқып жүрдің ба? Екеуміз қашан таныстық? 2018. 18-де, жоқ 18-де. 18-де бітіріп кеттім. Мен баяғыда сөз сізде дейтін бағдарлама болған кезде, Диана ол кезде ведущий, мен ВК-мда бар Дианамен сурет. Сол кезде арман болып бит Диана мен суретке түсу мен үшін бір арман болып суретке түсіп, кейін Диана негізі бүгін кішігірім бір екі енді әңгімелер жайлап ақтарып айтатын боламыз. Қазір енді әңгіме ұзақ кеткен сияқты бір ойын болсын. Ойын ойнамасқан неге? Неге? Осындай керемет сәтті. Біздің формат өзі ойыннан құралған. Сол ойын ойнасақ. Ойын атасы Азамат. Ойын атасы десақ. Баяғыда неде Нұрлан Қойынбаевта болушы еді, білесің ба? Ғылымдар ойын докторы. Ойын атасы. Мен ойын атасы деп қойдыңыз ғой бүгін. Бүгіннен бастап. Ойын атасы Азаматтан бір ойын. Дианамен ендеше біз ойын залына өтейік. Ойын залымыз бар біздің. Біз ойын залына келдік деп 2 метр жүріп. Шындық бізде, бағдарлама шынайы. Мен мына микрофонды, магнитофонды не үшін ұстадым білесіздер ма? Бұның ешқандай себебі жоқ, бұны үшін ұстадым. Енді былай, ойын түсіндіре кетейін, Дианажан. Қандай? Мына прищепкалар беріңіз. Түсінбей отырмын. Мына жақта прищепка, мына жақта стакан, трубочка. Мына жерде керемет сусындар тұр. Нешеу, біреу, үшеу? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, 9. 9 түрлі ма? 9 түрлі сусындар. Бірінші Диана ханым сіз ішесіз. Сіз ішіп дәмін тауып көресіз. Болды, мен біттім, таппадым деген кез Азамат алып ішеді. Әйтеуір алкоголь жоқ шығар. Алкоголь жоқ. Құдайға шүкір. Андай кәдімгі асқазан ауыртып ертең. Бір уксус ішіп ертең эфирге шыға. Жоқ. Егер Диана ханым эфирге шыға алмай қалса, Юлия Валерьевна мен бармын. Онда чөтам қалайсың, жобасы кінәлі? Жоқ, мен бармын. Диананың жоқтығын естіп көрейін. Бұл негізі план сияқты, мені былай шығарып жіберу. Жоқ. Нормально. Так, бастайық. Түсіндік қой, дайынбыз ба? Кім бастайды? Дайынбыз. Ой, Аза сен не десің ғой? Иә, мен. Чотам қалай бағдарлама? Сен келгенен білмеймін, не артып қалды ше. Қобалжып қалды, болады сондай өз. Мен дайындалғанды жоқ. Бұл арман орындайды. Дайындалғанды жоқпыз дейсіз. Иә, дайындалған жоқпыз. Біз достар, мына көріп отырсыздар ғой. Мен дайындалған жоқпын. Диана ханым келіп, мен өзім шок состояниеда ұсталып қалып өзім. Бәкең енді араласып жүргеннен кейін сұрақтар бәкең көбірек қояды, сондықтан менен сұрақ аз болса айып етпейсің. Иә, өртеніп жатсың. Өртеніп қалды. Так, бірінші су. Кеттік, дәмін көрейік. Бәрін ішем бе әлде? Жоқ, дәмін татам, иә? Қателессеңіздер наказание. Беттеріңізге күшікпен. Бұндай сусын болмайды ғой? Болады. Не ол? Сүйіктік қой главный. Бұл андай араласқан заттар емес, тек қана бір сусын ба? Бұл бір сусын, именно осы бір сусын. Көшір. Бұрышы көп екен кәдімгідей. Кәдімдік қояды. Азамат, айтшы білсең, пожалуйста. Ашы,
Кирешкин дәм Қан деп кірісіп кетсем. Кирешкин дәм шығып жатыр, иә? мынау не мен еркек шынын білмеймін. Мен де білмеймін. Мен сен азамат Соғыс алыңдар ма, не алыңдар? Не дейді, не дейді? Мен білем. Соғыс. Бұл соевый соус. Дұрыс, браво! Екеуміз бірге таптық қой. Оны көп шық Мен қойды. соғыс дедім. Жоқ. Сен қара бір нәрсе дедің ғой. Азамат қалаған жеріне. Дұрыс, суды алып қышқыл бәсе. тастаймыз. Так, Мен келесі. оны жұтып отырмын ғой. Так, Ақырын келесі. ішу керек екен, абайлап ішу Абайлап керек. ішесіңдер да енді. Так, келесі. Кеттік. Мына жерім өртеніп кетті ғой. Дәмді болса екен. Екен дияда табайықшы. Ана бұрыннан көтеріп берші. Я, көзім Ей, не болды? Бұл енді қиян андай. Мен біліп тұрмын. Қалай қызық біліп тұрмын дәммен, бірақ атын білмей тұрмын. Ана көтерші, демаламай жатыр. Нормально. Нормально? Жоғары. Ойнатады ғой оны. Болмайды ол. Вот, жақсы. Мынау ащы екен, иә? Анандай, анадан кейін дәм сезбей қалдым мына ше. Анау Бұл қатты ұқсас дәм. Бір сондай бір тоже. Давайте. Ойлан. Тағы бір ішші, Диана. Айран сияқты. Мен білем, айтуға бола ма? Иә, айтуға болады. Томатный сок. Браво! Мына қызыл мен ананың Азамат. қасын бабы. Ұят болып жатыр. Азамат, саған. Бір тәтті зат құймадыңдар ма? Келатыр. Айтсаңдар әкелеміз ғой өзіміз. Дайындап келеді. Біздің жоба шынайы бәрі. Өртеніп кетті тамақ. Бұт ішпеу кетті шынымен. Жай ішу керек еді да. Кішкене араластыру керек, бір сок, бір андай. Дәмділеуін араластырмайсыздар ма? Не ол? Нем жоба анау деп? Болды енді орай. Болмаса қалаған таңдап мә жай. Кішкене. Мына сок соған қарағанда сок сияқты. Көр енді. Бастаймыз ба? Баста кетті, так. Дианада 2, Аза 0. Бұл энергетик қой. Аза сен көр. Мен көрейінші, айтып алайыншы, мен де айтайыншы. Бәлкім сен энергетиктің қайсысы екенін анықтарсың, мен өйткені не разбираюсь. Тоқта. Так, Айтайық. айдайт. Бұл Дизи, Дизи. Горилла, Red Bull. Дұрыс! Да! Аза. Шегінді айтып шыққансың. Не қылдың? Асқазан в шоке. Аза ят болып жатыр. Таңда баш. Азамат Ойлап таңдашы. қалмаңыздар, ой, қонақты сыйлап өтірік Жоқ, ұтылып жатыр натура деп. білмеймін. Бәрі әділ болып жатыр. Әділдік бізде шынай. Мына жерде мен бірінші ішеді екенмін. Ал көрейік ал. Ішеді екенсің. Мына ішкім келіп тұрмын мен. Давай. Диана ханым мынаны ішейік. Соны ішейік. Бұл сарғыш бір нәрсе. Кола. Кола дейді. Так. Кола болса екен. Ойлап бәрін ішті ма, Диана? Бұл кола емес. Так, бұл не? Кола емес. Колаға ұқсас, бірақ кола емес. Не болуы? Бір ана коланың арзан түрлері болатын еді ғой. Экстрим сияқты ше. Коланың газы көп болады, ана кола емес. Мынау газ аз. Или газ шығып кеткен сіздер 3 сағат бұрын қойғансыздар. Жоқ, біз сеңгелерді дайындалдық. Кола емес иә Азамат? Кола емес, бірдеме бар бұда. Қазір таппасаңыздар Сіздер мен негізі араластырдыңыздар бәке. Араласпаған бұл? араласпаған, таза. Араласқан болса, араласқан деп көмектесем. Қазір екеуіңді таппасаңдар Кола мынаны емес. қысырамын. Кола емес. Пепси емес пе? Пепси емес. Кола не бар еді тағы? Диана, ойланшы. Қарама? Білмеймін, тартып тұршы. Азы сен тарт. Іші мен Бәке көрсем. мен жаңа алып жүрген кезде бір нәрсе байқағам. Мынау не ма? Бірақ ол емес. Епі емес па? Жоқ, епі емес. Епі жоқ болды Ішіп ғой. көрші мен цветін көрейін. Бұл даже қоңыр емес, бұл анда ашық түс болып жатыр. Не алып еді? Менің беті қолымды жуған су десем ше. Шли тәтті емес шығарсың деп. Иә. Жоқ, мынау ту. Таппадым мен. Мен мынаны. Бұзып қойғам ше. Таптың ба? Ең соңғы рет бір реттен ішіндер. Мен бол таппадым, мұны таба алмаймын. Диана, Мен де алмайтын сияқтымын. бұл қатты қайнатылған шай. Қатты бір сағат қайнатылған ғой. Шай? Шай кәдімгі. Келе ғой Диана. Жаңа мұрныңа істедім Азамат сен. Демалмай Ямалма қалады қалады. екенсің. Құлағына бассаңшы. Телефонға түсірші Сіз концерт. қалай шыдап тұрсыз кішкене? Жоқ, мен жоғары қойған жоқпын ғой. Етім Өзі аз қалды ғой, иә? Диана. Сіздікі. Ал бастайық. Мынадан бастайықшы. Так. Аз екен. Ал кеттік па? Мынаны абайлап іш. Жай іш. Жай іш просто. Бұл май. Йоо, дұрыс емес Аза. Май ғой? Айтты ма не май деп жатыр Әсел? Бұл май. Май ғой бұл. Қалай таппайсың бұл? Мен май тауып қойдым сұрады. Маған тағыңдар ма? Құлақ деген. Енді сен бірден айт, не болды Азамат долданып істеп жатсың ғой? Долданамын. Міне майды ала берсеңіздер. Майды ала бердер. Майды ала бергенсіздер. Май ішкізген жоқ. Не ішіп жатыр дейді. Жоқ, май дегенде қатты Мынау ішкізбедім. сенікі. Трубочка баш.
мынадан бастаймыз. Құдайға шүкір азайып жатыр. азайып отыр. азайып жатыр. Ерні майланып кетті. Зор ғой. Зор ғой деймін. Адам ағзасына май болған дұрыс. Қойшы. Зиян емес екен интернеттен қарадық. Өйтіп салақ дәмін тигіздің ғой. Иә, кішкене, бірақ сразу түсінгенсің ғой. Баяда кішкентай кезімізде ше, сен сөйткен жарсың. Далада футбол ойнап келесің, үйге жүгіріп келесің, қайнаған су құйып қойды мамалар ше. Соны алып ішіп қалсам іші май екен ғой, прикинь. Сондай болған менде азамат не қылдың? Ішкім кетті. Асығыс қой жігіт. Бағдарлама тікелей емес. Таңдау. Таң дейді, көрейген. Бұл таң емес. Бұл не? Таң емес қой. Айтса. Таң қатты қышқылдау болады негізі. Мен таң деймін. Бұл андай тұзды айран сияқты. Сен таңның тұзды айран. Жоқ, андай кәдімгідей айранның бір. Шалап Ана жоқ, дөнермен жейтін айрандар, ішетін айрандар болады ғой. Таң секілді. Айран. О, ашылып кетіп жатыр. Көрдіңіздер ғой. Бәрі шынайы бізде. Таң деймін мен. Мен айран деймін. А? Таң. Йо. Диана ханым айы бітпейсі енді. Бүгін сырға алматанып жатырмын. Жобада. Сырғаның сыңар. Келіңіз. Келесі. Үшеу қалды, ал бітіріп тастайық. Бірден айтпа Диана, екеуің дәмін көргеннен кейін. Бірінші кезек Диана. Иә, Диана. Ойланып. Айтпай қойын бәлі, біліп тұрмын. Азамат көрсін. Ішіңіз. Мен айта берейін бә, сіз білмейтін сияқтысыз. Диана айта берсін ба Азамат? Айтсыншы. Ішейінші. Ойын көрші. Бұл Фанта. Нормально. Сак аза. Фанта араласқан бұл. Не араласқан? Араласқан секілді. Онда бұл Миринда. Миринда ұқсайды дәм. Қатты Миринда ұқсайды. Онда бұл апельсиновый сок. Ой, молодец! Браво! Ма аза. Мына жақсы болды. Әйтпесе, баланы аяп кеттім кішкене. Маған абайлап ішіндер. Ту. Түрі ұнамай жатыр маған. Іше берейін бе? Май сияқты бір нәрсе емес пе? Көресің енді Диана пешене деген. Сорпа демесең. Қойыңызшы, нақ түріңіз бұзылып кетті. Қойыңызшы. Не болды? Аза бергелі. Қара бұрыш мұнда. Қара бұрышпен... Қара су араласқан. Жоқ, қара бұрышпен сорпа. Қара бұрышпен қара су араласқан. Қара бұрышпен деп қарап қояды дейді. Қара бұрышын таптым ғой, главное. Қара бұрыш қосылған. Мен айтып жатырмын, қара бұрыш қосылған бұл таң. Сондай бірдеме. Айран, йогурт. Бұрыш, қымбатты достар, бұрышты тамаққа да қосып ішесіңдер, бұл зиян емес, конкретно. Бұрыш қосылған, сүт. Сүт. Екеуміз бір-бірден таттық, сол үшін достық жеңді. Достық жеңсе екен. Тезіз ішіңізді табайықшы. Табайықшы. Абайлап ішті. Қинап бітті ау. Қойыңызшы. Абайлаш. Айтпа. Дәніш тоса аза саған қамай қалсаң, дәмді екен деп. Айтпа. Қойыңызшы, күшті сияқты. Жоқ, жаман емес, бірақ таппай тұрмын. Бір жер бар екен жаман жері. Ой, не болды сен ішсең бүйте беретін? Түрім кетіп қалатын. Шілей ойнататындай не емес пе? Таба алмай тұрмын. Сенікі. Мен қайсысы? Сары? Ішіп өртеніп жатыр. Бұның газы бар. Гаррела сияқты? Гарреламен жаңа бұрышты араластырған сияқтысыздар. Араласқан бұл, Бір өзі, бір ат. Бір ғана зат па? Жоқ, бір ғана затқа ұқсамайды. Бір ғана зат. Таппадым мен аны. Мен де таппадым. Қымбатты достар, бізбен болған Диана Скатова, қалай екен ойын? Керемет. Және Азамат ұтылдың, сен Азамат, Диана сен жеңдің. Жеңістерің өмірде бұдан да көп бола берсін. Сыйлық жоқ па? Сыйлық бар. Бар ма? Бағдарламаны сонда берем. Өтірікші. Болды. Бар сыйлық. Айтпақшы, каналға тіркеліңіздер. Айтпақшы. Чотам қалайсың каналына тіркеліңіздер. Әлі мықты қонақтар болады. Кім болсын, жазыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және Диананың ойыны ұнады ма? Ұнады ма, жазыңыздар. Рахмет та біздің бағдарламаға жағалап сөйлейміз. Диана, қалай тамағың ашып жатыр? Өртеніп қой, сен маған керексің, бізге керексің, бәрімізге керексің. Ойын болды, Асқазан в шоке. Андай. Диана бірінші болды ғой, бірінші табады ғой. Содан кейін түрі бұзылып кетеді ғой. Сразу už біліп тұрасың да, түрі бұзылған кейін жай тартасың да. Арам. Бергеш бер. Тимашаның битетіні бар еді. Енді әдемілеп тұрып әңгімелесек яда. Жаңа айтқандай бізде екінші айдар, әңгімелесек айдары. Бізде өз екі айдар бар, әңгімелесек үй ойын ойнайық. Сол әңгімелесекте мына саған көрсетілген 6 тақырып тұр. Бірінші қосылайық жайлы. Екінші мансап.
мансап, үшінші қиындықтар, қиындықтар, төртінші жеке өмірің, жеке өмірім, 5 балалық шағын, балалық шағым, 6 факап. факап. Факап деген не екен? Не екен? Ол өміріңдегі бір қатты қателескен кезің. иә өкінетін кезіңіз. Қайт бір тақырыпты алып тастайсың, бұл туралы әңгіме қозғамай ақ қоямыз. Қалған 5 тақырыпты бір Сонда да ерекшелігі. таңдау бересіздер ме? Өзің біреуін алып тастайсың, және қайсынан бастап тақырыпты әңгіме айтатынды сен өзің таңдап айта бересің. Әрине, мен сіздер дұрыс таптыңыздар, жеке өмір дегенді алып тастаймын. Рахмет, Әсел. Сондықтан таңдау бергеніңізге. Бірінші неден бастаймыз? Балалық шақтан бастаймыз, былай өтейік. Давай, балалық шағында Диана Скотова қандай қыз болды? Ой, мен томпақ қыз болдым. Көп адам сене бермейді, бірақ расымен де кішкене беті толықтау келген қыз болдым. Білмеймін енді қандай бір Бұзық естеліктер. болдың ба? Жылауық Қатты бұзық болдың ба? болмадым. Бір ақылды тентек болған сияқтымын. Қалай болды? Ақыл тентек естуің бар ма? Ақылды тентек. Мектепте қандай болсыз? Мектепте ояндай бір сабақ оқып қалатын, дұрыс жүретін қыздар Староста болды. апайға тоқтайды. Жоқ, староста менің ең жақын құрбым Айко болды. Мен сол старостан жанында жүретін қыз Көмекші. болдым. Иә, сол көмектесі, бары бері. Тазалық секторы деген сияқты. Жоқ, тазалық сектор болмадым. Бірақ сабақты жақсы оқыдым оған. 5 пен 4-ке. 5 пен 4. Жоқ, таза 5. Таза 5 па? Иә. Қызға бес Бірақ ба? иә, алтын белгі. Уй. Бірақ Метеорит. физика деген сабақты мүлдем жек көремін. Жақтырмайсың ба? Физика апайыңа сәлем айтса, көрмейтін шығар бірақ ол кісі. Көретін шығар, может, айтады ғой. Бақтау Бакировна, сәлем. Күшті. Енді балалық шағыңда қанша жасқа дейін бала болдың? Ондай да сұрақ бола ма? Мен ойлап қалдым. Сен ойлап. Мен 6 жасымда 1-ші сыныпқа бардым. 6 жасында 1-ші сыныпқа бардың. Бірге ма, нөлевойға ма? Мен садикта оқымағам, нулевой класс оқымағам, бірден. 1-ші классқа бардың. Солай дұрыс сияқты. Солай, Бірақ тез. қазір ондай болмайды ау. Қазір баланы 3-тен бастап анда, бассейн, садик, заман дамып Мен 4 кеткен. жасар бір ешкім вообще қол бос емес. Полный. Бассейнге барады, каратеға барады. Курсқа Мен барады. айтамын, осы бәрібір садиктен енді шығады. заман өзгеріп жатыр ғой. Бұрындары аталар мектепте болмаған, еш нәрсе болмаған, бірақ каким-то образом адам болып кетті ғой, иә. Бізде сол адам болып жүріп, құдайға шүкір. Так, балалық шағың түсіндік та. Былай келгенде момын, әжептәуір қыз болды. Иә, бір айтарлықтай бір бұзық, біреуді тістеп алу, ондай болмапты. Атмороз бойынша. Ондай болған жоқ, Так, иә. келесі тақырып. Келесі тақырып не бар еді? Қиындықтарың, мансап, қослайк, факап. Факап, мен жасаған қателіктер, иә. Ең қатты, мен Бауыржан осындай жерде қателік жасағам, осындай өкінемін деген сияқты. Қателік көп қой, бүгін де ертең де. Иә, қателеспейтін адам жоқ. Қателік туралы айтайын. Қателік, енді сүрінбейтін тұяғы жоқ қой. Бір бөле мойындап қойып, ертең Қателескен. салма бұнды деп отма Диана. Жоқ. Енді Мектепте үш алып көргенсің ба? алдым. Сол кезде күнделіктің бетін бүйтіп крилеп істеп көргенсің ба? Мен просто балалық шақта осы сұрағым бар еді, қалып кетті. Сол бір факап дейсіз ба? Факап что там? Қандай қателік? Қызық, Дианада қандай қателік бар? Достар, комментарий қылып жаза кетіңіздер. Диана енді бүкіл бағдарламаны ойланып Оқуда қателік болды ма, көлік айдағаныңызда немесе? Вот менің өмірімдегі басты қателігім енді осы уақытқа дейін мен әлі көлік жүргізу білмеймін. Ол факап емес ол. факап емес. Ол дұрыс шешім. Көлік жүргізе алмаймын мүлдем. Қателігім. Жоқ, бір анаңды Негізі ренжітіп. қателесіп тұрамыз ғой, бірақ нәндай кезде осындай сұрақ Иә, қойған кезде қателесеміз. ойланып қаламыз, иә. Сен факапыңды айтшы азы. Иә, мысалы. Мен де ойланып қалдым ал. Сен айтшы ал. Мен айтпаймын ал. Ойланып қалдың сен. Өйткені сенде қателік жоқ сияқты. Yeah, you may pick me. Давай. Жай, факапты қалдыра қойып, Диана, келесісі. Сіздер білетін шығарсыздар. Жоқ, айтасың сәлден соң. Келесісі. Келесісі. Қиындықтар. Қандай қиындықтар өтті? Осы последнее время. Соңғы кезде қиындықтар. Ба, осыдан қатты қиналып кеттім. Морально болсын, материально болсын, айтшы шынымды. Иә. Эфирде болсын немесе, өмірде болсын. Эфирде қиналатыным рас. Өйткені қазір шыны керек, бір сондай заман бұзылып жатыр ма, адам бұзылып жатыр ма, қазір қыздар жеңіл болып кеткен. Кішігірім біразы. Біразы, көпшілігі жас қыздар тезірек есеюге асығады. Мысалы, мен өзімнің 18 жастағы кезіммен қазіргі 18-дегі қыздарды салыстырсам, қайран қалам негізінде. Және жігіттер де арзан болып кеткен. Жігіттердің ойы тек қана жеңіл жүрісті қыздар, немесе ажырасқан қыздармен жүріп, тек қана өз мақсатында пайдаланып кейіннен тастап кету, сондай болып кетті ғой заман. Бір пайда үшін ғана өмір сүріп жатқан сияқтымыз негізінде. Сол үшін өмірдің басты құндылықтарын біз қазір жоғалтып бара жатырмыз. Иә, осы қиын жағдай, қиындық қой бұл дейтін, иә. Дұрыс, қиындықтар. Сондықтан есімізді жинайық, адам болайық, ұмытпайық, не үшін өмір қазақпыз сүреміз? символы. Сақталмайық. Әйтпесе қоғамда өте көп мәселе бар негізі. Дұрыс айтасыз, мен қатты келісемін осы сөзге. Мен мына сөзді кәдімгі. Анда сақтап алып, сторисқа салып қойыңыз.
мені бермеңіз, мен өзім аламын. Взаимный деген сияқты. TikTok кеткен сөз ғой. Жалпы жұмысың қаншалықты стресс? Менің жұмысым енді өзіме ұнайды, бірақ соған қарамастан стресс бар. Қатты кейде ашуланып кетіп, бір эфирден шығып кеткім келетін сәттер болды, бәрін тастап, қойшы осы тегі не үшін деп ше? Болады сондай кездер. Барып қайырлы таң Қазақстан жүргізген, артық па деп қаласың. Қайырлы таң Қазақстан көрермендері. Қаншама көрерменнің көзайымы болып отқан прямой эфирде халықпен жұмыс жасау дейтін өте. Жалпы қиындықтарыңа сен былай келгенде Қазір енді жұмысың ғой. Жұмысты осы тікелей эфирді айта алатын едім. Енді ол мысалға эфирде мен әдемі боянып сыланып өзімше бір киім киіп алып отырамын ғой, бірақ оның артында қанша нәрсе жатқанын көп көрермен біле бермейді негізінде. Бірақ оның артында көз жасы да, ұрыс та, керіс те, бір жұмыс бұтағы әріптестеріммен кикілжің де бәрі бар негізі. Оңай емес. Осы қиындықтар жұмыс екен. Бірақ енді кез келген жұмыста қиындықтар болады деп ойлаймын. Бір оңай жүріп, миллиондар тауып жүретін адамдар жоқ сияқты. Зарплатаң қанша? Зарплатам енді құпия. Сенікі қанша? Мен білем. Сенікі қанша? Қайсысы? Тойдан алатын ба или? Жоқ, жұмыстан, эфирден алатын. Жұмыстан ба? Даже жер пихетсе саламын ғой, мен өзім білемін. Ал келесі тақырып. Келесі тақырып мансап болсын. Мансап. Қалай жүргізуші болдың? Негізі, мен жүргізуші болғым келмеді деп айтпай қояйын. Мен бұрыннан көздеп жүргенім, арманымда бәрібір енді бір танымал жүргізуші болу арманымда бар еді. Бірақ оқу жүрген кезде, енді оқу мүлдем ол саладан алыс қой, шығыстану, мына жақта шоу-бизнес, телевидение әлемі. Бірақ сөйтіп жүрген кезде мен университеттегі концерттерді жүргізіп бастадым. Барлық іс-шара әйтеуір сабақты қойшы. Қытай тілі демала тұрсын, мен концертке кеттім. Орысша, қазақша әйтеуір барымды салып, көзге түсіп, көзге көрініп жүргізіп жүрген кезім. Және менің екі досым бар. Олар журналистика факультетінде оқыған. Менен бір жас үлкен, сен жақсы танисың. Алмас және Санат. Сәлем. Олар қалаулымда редактор қызметін атқарып жүрген еді. Сол кезде бізде кастинг жарияланып жатыр кішігірім. Бізге қазақ тілінде еркін сөйлейтін бір блогер қыз керек деді. Жас қыз. Кастингке бардым, кәдімгідей бәрі әділ түрде, бір бәке-сәке ақша ондай болмады. Бардым, мені ұнатты, алды, одан кейін сөйтіп басталды. Жай ғана бір аптасына бір рет шығып тұрдым, одан кейін редактор болдым, сөйтіп жүріп әйтеуір төселдім. Солай жүргізуші болып кеттім, құдайға шүкір. Енді Қосылайықтан басқа проекттер, Қосылайықтан да тыс басқа проекттер саған ұсына ма? YouTube проекттерді ұсынды, ал басқа арнаның жобалары ұсынылмады, және мен өз арнама адалмын деп қояйыншы. Енді Евразия бірінші арнадан, Евразия бірінші арнасынан. Мен де евразийский, сен де евразийский. Айтайық та? Евразия, мы вас любим. Первый канал Евразия. Первый канал Евразия, мы вас любим. Первый. Енді Қосылайықтан шығатын ойың бар ма? Қашанға жалғаса береді де ана мысалы. Деп ше андай. Мен әзірге Қосылайықтамын. Әзірге Қосылайықтасың. Дұрыс. Одан кейін не істейтін ойың бар? Қосылайық тоқтайтын шығар мүмкін енді. Егер тоқтап жатса, осы салада ары қарай өз жолымды жалғастырамын. Қазір енді жұмысымды камерасыз елестете алмаймын. Қиын болып қалған сияқты. Мысалы, бір жерге барып, бір менеджер болып отырсам қызық қой. Телефонға жауап беріп оператор. Иә, сондай болсам қызық. Аза, бергенсіз? Оператор боламын. Кел, Аза бол. Азаны жаңағы. Күшті әңгіме айтып отырсың. Аза, мені мысалы жүргізуші емес, басқа қандай салада елестетесіз? Саған сұрақ қойып отыр. Орын алса кіші. Мен студияға қонаққа келдім, шодам қалайсыңа келдім. Самат, сізге сұрақ. Диананы, егер телевидение саласы болмаса, қай салада елестетесіз? Телевизия саласында мен жоқпын. Қай жерде көресіз? Мұғалім? Қазақ тілі әдебиеті. Осындай болады ғой. Апай, сабақ айтайыншы. Осындай елестетемін. Елестетесің ба? Жауап бердің ме сұрағыңа? Тарып отырмын. Аза кіріп әңгіме айтып отырса, не қылмасын. Мен күшті сөйлесіп отырсыздар, соғыларыңызға қарап отырған жайым бар. Келесі Диана жан, таңдай ғой. Қосылайық қана қалды, Қосылайықты таңдайық. Қосылайықта 3 сағат біреудің проблемасын шешіп отқан сонда саған ұнай ма? 4 сағат. Жарайды, 3,5 саған да емес, маған да емес. Жарты сағат реклама берейік. Мейлі. 3,5 сағат. Иә, ұнайды. Ұнағаннан кейін мен сол жерде жүрмін. Өзің жұмысынан ләззат алатын кісі болғаннан кейін. Егер маған жұмысым ұнамайтын болса, көңілімнен шықпаса, мен бас тартып кетіп қалатын едім. Кетіп қалатын бедің, иә? Жалпы психикаңа ол жерде жұмыс жасаған кері әсерін бермей ма? Психикаға деп айтыңызшы. Сен айтыңызшы. Сен айтшы, Аза. Айтатын сияқтысыз. Аза айт деймін. Психикаға. Айтса? Айта беріңізші. Күшті айтатын сияқтысыз. Психикаңа әсер ете ме?
әсер ететін сияқты, иә. Кейде жынданып кетемін. Анда тез ашуланшақ болып қаласың ба? Иә. Екеуміз машинада келе жатқан кезде, мен енді досымын ғой андай. Жақын. Не айттың Диана жаңа? Кезінде ашуы неден айтшы. Кезінде ашуы төмен тұғын. Қатты емес еді. Иә, қазір ашуы тез дедіңіз. Қазір ашуы сондай болып кеттіңіз ба? Тез ашуланшақ болып кеттіңіз. Енді Тез ашуланшақ. 30-дай отқан қатысушыны сен маған айтпай қойшы, азалы болайын мен. тәрбиелеуді оңай емес қой, бірақ соларды апай сияқты отырады ғой, мұғалім сияқты отырады. Енді ол әсер ететін сияқты, иә. Бұрын енді шыны керек, жас болдым ба, ондай ашуланшақ болмайтынмын. Қазір енді ойбай бір секунд сайын ашуланбаймын, бірақ бәрібір бір жайт болса, тез ашуланып, тез басылатыным бар. Тез басылатыным Ол бірақ жақсы қасиет емес негізінде, өйткені сол ашу барысында жақын адамдарыңды, айналаңдағы адамдарды ренжітіп аласың. Ол дұрыс емес, сондықтан барынша сабырлы болу керек. Шүкір деп, тәуба деп әйтеуір жүру керек. Енді ең соңғы сұрақ факапқа оралайық. Бізде уақыт бар. Факап туралы не айтасың? Факабың қателігін болған шығар Диана, енді кредит алып қойдың ба балалықпен? Жеке өмірің туралы көп әңгіме айтқымыз келеді, алып тастады. Бірақ бізде бір жақсы жері, алып тастасаң, мен оны қозғамаймын да, тиіспеймін да. Жақсы. Негізі мен университетте 4 жыл оқыдым ғой бакалаврда. Мемлекеттік грантта оқыдым. Кейіннен тағы да магистратураға тапсырдым да, сол мамандық бойынша мемлекеттік грант ұтып алдым да, 1 жылдан кейін оқуды тастап кеттім. Неге үйттің? Тегін өзінің стипендиясы болды. Қаншама адамдар жетпей жүр Диана соған. Сен неге үйттің? Содан кейін екеуін өзімше бір ақылды қыз сияқты екеуін қатар алып жүрген ғой. Телевизияда да жүрмін, мына жаққа да анда-санда сабаққа барам, бірақ шынымды айтайын, магистратурада керемет оққан жоқпын. Одан кейін маған бір ұстаз келіп бетіме басты. Ты что, самая умная, что ли? Зарплату получаешь, стипендию получаешь деген кезінде бір намыстанып кеттім да. Ертесінде өзімнің кураторыма жаздым, мен оқудан кетемін дедім де. Қарап қалған ештеңем жоқ дедім. Андай бір мен бір ақшаға құныққан деп ойлап қалдым ма? Бірақ өкінесің ба бірақ соған тастаған? Негізі соңына дейін әйтеуір бір амалын тауып, оқысам да, түнімен ұйықтамасам да бітіруім керек еді. Зато тұрмысқа шығатын кезде 2 диплом бар қызымыздың деп айтады. Қазір дипломға қарамайтын заман. Бірақ өздеріңіз үшін оқу керексіздер. Қыздардың көз ашық болғанын мен құптаймын. Керемет, тамаша. Осымен біздің әңгіме айтайық, бағдарламамыз осымен тамам. Жаңа сындырған жерген көрген көрдің ба? Сол жерін жақсы анонсқа тығасың. Қалай? Енді біз Азамат екеуміздің қолқа салатынымыз бар. Бір анекдот айтып берші. Анекдот, мен анекдот айтып жоқпын негізі. Мүмкін күлкілі болмаса да айтшы, біз күліп береміз. Қойыңызшы. Азат бір анекдот айтсыншы, айтшы. Айтсыншы. Аз айтсыншы. Жоқ, айтатын сияқты. Анекдот, мен анекдот айта алмайды екен бұл. Анекдот. Еді қызық оқиғамен қайтар. Қызық оқиға, бірақ оны қайта-қайта жүрген жерімде соны айтамын. Бірақ оқиға болды. Өмірінде бірақ қызық оқиға. Жоқ, анда күлкілі дегенім ғой. Айтқызшы, абай, тыңдап көрейік. Кішкентай кезімде әкешем жұмыста жүрді. Сөйтіп бір демалыста нағашыларым апарып тастайды, ауылдамын. Маманың ауылына. Мен өзім құмалақ жегенді құмалақ айтып қойғанымше мейіз жегенді жақсы көремін ғой. Сөйтіп жерде айдалада. Кішкентай мейіз жақсы көресің. Мейіз жақсы көремін. Ауылға барсам есік алдында көп мейіз, сол мейіздің бәрін жедім. Сөйтсем ешқандай да мейіз емес, ол қойдың құмалағы екен. Соны жеп рахаттанып жүргенмін. Менің пістемайым дұрыс болып қалды. Қанша күн жедің? Жоқ, бір күнде осың бәрі айтты. Кейін сындырып айттың ба? Жеме деді ғой, ты чё деді ғой. Құмалақ дейді, базар жоқ. Аза қалай оқиға? Және менің атым негізі Айтқайша болайын деген. Айтқайша? Скатова Айтқайша. Өйткені айт кезінде туылдым. 96 жылы айт қарсаңында дүниеге келдім. Енді әжем ырым бойынша айтта туылса, айт деген тіркес болу керек сөзде атында деп. Сөйтіп Айтқайша қояйық деген кезде әкем деді ғой. Айтқайша болмайды. Айтқайша болмайды менің қызым деді. Айтқайша болмайды. Жоқ, әкем айтты. Әкең айтқан шығар, мамасына айтты ғой. Иә, айтты, ол Диана болады. Диана дегенде жақсат, Айтқайша дегенде жатады. Айтқайша жақсат. Былайына. Енді атын жаман жоқ, бірақ енді саған Диана жақсы жарасады да. Диана, негізі орыстың аты сияқты, Диана десең. Еще фамилиямда Скатова ғой. Еще Скатова. Қазақсың деп айтпайды ешкім. Түрің қазақ болады. Түрім қазақ па? Жүрегің қазақ, алтын. Диана, келгеніңе рахмет. Сіздерге рахмет. Жаңа жоба бастап жатырмыз, мына ютубтан осындай келіп қолдау бергенге рахмет. Қымбатты достар, келесі қонақ кімді көргілеріңіз келеді. Және Диана қаншалықты бүгін әңгімелесейік бағдарламасына шындықты айтты, соны жаза кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Диана, бір ауыз тілегіңмен. Шақыртуларыңызға көп рахмет. Канал өркендей берсін, гүлдей берсін. Енді бір жұмыстан келіп, барлық тіршіліктен, күйбелең тірліктен шаршап келген кезде бір әзіл, жеңіл дүниені көргім келеді ғой, бір қатты бір мән мағына салмайтын, ойлануға
әкелмейтін бір сол кезде осы каналды ашып қалыңыздар Чотам да қалайсың? рахаттанып демалыңыздар. Чотам қалайсың? Чотам қалайсың? Бізбен болған Диана Спатова, Диана рахмет. Armandar orundalar Maksatın anıq bolsa Sabırlık beyz önümün bol